Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Подсознание бәрін жасай алады. Джон Кехі. 5 бөлім. Сендіру. Ойша жаттығулардың мүмкіндіктері шексіз, оның нәтижелері мәңгілік. Бірақ әлі де көптеген адамдар сәттілікке келетін өз ойларын дұрыс арнаға бағыттай алмайды. Әдетте барлығы өз еркінше жіберіледі. Брайс Марден. Мен білетін ең қарапайым тәсілдердің бір түрі ол сендіру. Ол миға саналы түрде әсер етеді. Ол ғасырлар бойы дін мен сиқырда, дұғалар мен мантрларда қолданылған. Бүгінгі күні оны көптеген адамдар іскерлік келісімшарттар жасау, әртүрлі ауруларды емдеу, жаңа адамдармен танысу, жарыстарда жеңіске жету үшін, сондай-ақ басқа да көптеген іс-шараларда қолданады. Сендіру бұл адамның жағдайларға байланысты дауыстап немесе іштей қайталайтын қарапайым мәлімдемесі. Сіз мұны кез келген жерде жасай аласыз. Көлік жүргізіп келе жатқанда, дәрігерге кезекте тұрған кезде, ұйықтар алдында. Сіздің дәл қазір тілектеріңізді білдіретін сендіруді таңдап, оны бірнеше рет қайталаңыз. Сіз ыңғайсыз жағдайға тап болдыңыз делік, ал сіздің ештеңеге алаңдамай демалғыңыз келді. Міне, дәл қазір сендіру әдісін қолданудың уақыты келді. Іштей ақыры мынаны қайталаңыз. Мен сабырлымын, мен еркінмін. Мен сабырлымын, мен босаңсыдым. Мен сабырлымын, мен сабырлымын. Өзіңді күштеп тыныштандыруға, демалуға мәжбүрлемеңіз. Тек оны бірнеше минут қайталап айта беріңіз. Сол сияқты, егер сізге үлкен жиналыста сөйлеу керек болса, ал сіз жиналыстың сәтті өткенін қаласаңыз, алдын ала мына сендіруді қайталаңыз. Жиналыс сәтті өтеді, жиналыс сәтті өтеді. Сіз сендіру арқылы не істейсіз? Сендіру арқылы сіз миыңызда пайда болған ойларға әсер етесіз. Адамның миы бір уақытта бір ғана ойды ұстай алады. Сондықтан сендірудің мәні осы сәтте сіздің миыңызды мақсатыңызды нығайтатын ойлармен толтыру болып табылады. Сөз сананы қалыптастырады, миға қандай ойлар тудыру керектігін айтады. Егер сіз өзіңізге жиналыс сәтті болады десеңіз, сіздің миыңыз жиналыстың сәтті өтетіндігіне байланысты ойлар тудыратын болады. Ми сіздің тарапыңыздан ешқандай күш жұмсамай, сендірудің жасырын мағынасын және негізгі мазмұнын таңдайды. Сырттай қарағанда бәрі тым қарапайым болып көрінеді, бірақ шын мәнінде бұл әдіс сіздің мақсатыңызға жетуге өте тиімді көмектеседі. Өз қалауыңызды тиісті сендіру түрінде жасап, оны үнемі қолданыңыз. Менің бір танысым, табысты бизнесмен, әр күнін көп сатылым, көп күлкі деген сөзбен бастайды. Бұл тіркесті таңертең бірнеше рет, күндіз бірнеше рет қайталайды. Сендіру кезінде нені еске алу керек? Бірінші, сендіру кезінде міндетті түрде сенудің қажеті жоқ. Кейбір адамдар сендіру әдісі тиімсіз деп санағандықтан осылай істеген болуы керек. Бұл қателік сендірудің барлық әсерін жоққа шығаруы мүмкін. Бұл туралы ойламаңыз, тек сендіруді қайталаңыз. Егер сіз өзіңіздің айтқан сөздеріңізге сенсеңіз, әрине, онда тамаша. Ал сенбесеңіз, мұның еш жамандығы жоқ. Бұл маңызды емес. Ми сіздің сендіру сөздеріңіздің мазмұнын өзі таңдайды және қажетті ойлар санада пайда болады. Сізге көп күш-жігер салудың қажеті жоқ. Екінші, сендіру әрқашан оң болуы керек. Теріс сөйлем емес, сендіру түрінде қалыптастырыңыз. Мысалы, жиналыс жақсы өткенін қаласаңыз, мынаны айтпаңыз. Мен жиналыста сәтсіздікке ұшырамаймын. Қобалжымауды қаласаңыз, мен қобалжымаймын деп айтпау керек. Ми бұл жоқ деген сөзді қабылдамайды. Нәтижесінде сіз өзіңізді жиналыста сәтсіздікке немесе қобалжуға дайындайсыз. Ми елестеткен нәрсеге емес, өзін-өзі бұзатын бейнелерге назар аударады. Үшінші, сендіру қысқаша болуы керек. Бұл мантрларға ұқсас. Айтылуы және қайталануы оңай, қысқа және қарапайым сендіру. Мен әдетте 10 сөзден аспайтын сендірулерді ойлап табамын. Кейде тіпті 2 сөздің өзі керемет әсер етуі мүмкін. Мысалы, бас айналдыратын жетістік немесе сатылымның рекордтық саны. Мен жарты бетті алатын сендірулерді көрдім.
бұндай сөз тіркестерін бірнеше рет қайталау өте қиын. Тіпті екі сөйлемнің өзі сендіру үшін көп. Сіз сендіруді ойыңызда бекіту үшін қайталайсыз. Сондықтан ол неғұрлым қысқа болса, соғұрлым жақсы. Қайталап айтамын, сендіру қысқа, ырғақты және қайталауға оңай болуы керек. Өзіңізге қарсы бағытталған сендірулерден аулақ болыңыз. Мысалға, мен бұған ешқашан қол жеткізе алмаймын. Мен мұны ешқашан жасай алмаймын. Бұл мүмкін емес. Мен сәтсіздікке ұшыраймын. Мен адамдармен тіл табыса алмаймын. Мен қателесетімді білемін. Мен әрқашан жеңіліске ұшыраймын. Адамдар көп жағдайда мұндай сендірулерді санадан тыс пайдаланады. Кез келген жағдайда ондай сендірулерден аулақ болыңыз. Жақында лекциялық тур кезінде басымнан өткен оқиға туралы айтып берейін. Дәрістердің жартысы біткен соң келесі айлардағы кестеме қарап, өз көзіме өзім сене алмадым. Әртүрлі қалалардағы дәрістер бірінен соң бірі өтіп жатты. Кейде бір күнде бірнешеуі өтетін. Мен келесі ай әбден шаршататын шығар деп ойлай бастадым. Мен өзіме мынаны айта бастадым. Мен әбден шаршаймын. 2-3 күн бойы алдағы сапарымды ешқандай көңіл күйсіз күйзеліспен күттім. Осындай ауыр жоспар жасаған адамды қарғай бастадым. Кейін ойымды жинақтаған кезде өз-өзіме күлдім. Мидың күші туралы дәріс оқып отырып, мен өзім жалған сендірулердің тұзағына түскенімді сездім. Айтатыны жоқ, әдемі сендіру. Мен әбден шаршаймын. Сондықтан мен бірден жаңа сендіру жасадым. 3 сөзге назар аудардым. Жинақылық, сабырлық, қуаныш. Мен оларды бірнеше минут бойы қайталадым. Келесі күні де сол сендірулерден бастадым. Өз жоспарларым есіме түскен сайын қайталап отырдым. Бірнеше күннен кейін мен сабырлы және жинақы болсам, бұл марафон жарысы өте қызықты болуы мүмкін деп ойлай бастадым. Неге ол менің көңіл күйімді бұзуы керек? Осы 3 сөз бәрін өзгертті. Кесте өзгеріссіз қалды. Менің көзқарасым өзгерді. Өзімнің азапқа айналдырып жібере жаздаған сапарым қызықты шытырман оқиғаға айналды. Мен жиналып, сабырлы болдым. Жағымсыз сендірулерді оңға ауыстырып, бұл шақыруды қабылдағаныма риза болдым. Сондай-ақ, сізде мақсатыңызға жетуге көмектесетін өзіңіздің сендірулеріңізді жасай аласыз. Олар өте қарапайым болғандықтан, сіз оларды кез келген жерде айта аласыз. Банкте кезекке тұрғанда, дәрігердің қабылдауында, немесе көлік кептелісінде. Сізге оларға сенудің қажеті жоқ. Сендіруді қайталай отырып, сізде шынымен әлі жоқ нәрсенің бар екеніне сөзбе-сөз сенбеу керек. Сізге тек сендіруді қайталау жеткілікті. Бұл басты талап. Мен таңертеңнен бастауға кеңес берер едім. Өйткені таңертеңгі сағаттар күннің қалған уақытын анықтайды. 2-3 минутта жаттығу жасай отырып, көптеген нәтижелерге жетесіз. Күн сайын бәрі жақсы жаққа өзгереді. Бүгінгі таңда Эмиль Куэ ондай танымал емес, бірақ бұл есім осы ғасырдың басында өте танымал болған. Ол осы сендіру әдісін ойлап тауып, оны науқас адамдарды емдеуге қолданған. Кейін өзінің осы әдісін Еуропа мен Солтүстік Американың көптеген клиникаларында насихаттаумен айналысқан. Бір кездері оның жұмысы сенсацияға айналды. Сонымен қатар оның қайтыс болғанына бірнеше ондаған жылдар өтсе де, осы кезге дейін ол туралы әңгіме басылған жоқ. Куэ науқас адамдардың таңертең және түнде ұйықтар алдында қарапайым сендіруді қайталаса, аурудан тезірек жазылып кететінін байқады. Оның науқастарға үйреткен сендіруі: күн өткен сайын мен өзімді жақсы және одан да жақсы сезінемін. Таңертең 2 минут, кешке 2 минут болды. Нәтиженің таңғаларлық болғаны сонша, ол өзін-өзі сендіру туралы бірнеше кітап жазды. Және бүкіл әлемдегі адамдарды өзін-өзі сендіру арқылы аурудан емделуге болатынын үйрете бастады. Куэнің сендіруі науқастың миы күн өткен сайын оның дені сау, жақсы болып жатыр дегенге бағытталған. Мыңдаған адамдардың Куэ әдісіменен емделіп шыққаны құжат түрінде дәлелденген. Біздің замандастарымыздың ішінде ерекше музыкасымен
гуманистік көзқарасымен және таңғажайып ашықтығымен есте қалған әнші және композитор Джон Леннонды бәріміз білеміз. Леннон сиқырға және мидың күшіне деген қызығушылығын жасырмады. Бұл оның әндерінде де көрінеді. Оның «Ми ойындары» әнінің сөздерінен байқауға болады. Біз ми ойындарын ойнаймыз, болашақты бүгінгі күннен жасау арқылы. Леннон елестету мен сендіру әдістерін білген және оларды қолдана білген. Осының бәрін менің миым жасайды деп айтуды ұнататын. Ал оның ұлы Синге арнап жазған «Жақсы бала» әнінде ол былай жырлайды. Ұйықтар алдында мына қысқа дұғаны айтыңыз. Күн сайын мен өзімді жақсы сезінемін. Куә және басқа да көптеген ұлы адамдар сияқты ол осы мәңгілік шындықты білуде өзіндік жолын ашты. Джон Леннон әндері бізді өзімізге, өз күшімізбен, мүмкіндіктерімізге сенуге шақырады. Сіз өзіңді кім деп санайсың? Жұлдыз ба? Сенікі дұрыс деп ән салады.